Сәлем қыздар, барлықтарыңызға. Бүгін расқылатымыздың тақырыбын жігіттің қасындағы адамдары сіз туралы не ойлайды, сіз туралы не айтады. Жалпы жігітіңіздің, күйеуіңіздің қасындағы адамдар сіз туралы не айтады, не ойлайды, соны көретін боламыз. Бірінші жігітпен сіз тауып алайық. Сіз шықтыңыз. Жігіт. Жігіт шықты. Енді сізді айтайын, сіз бұл жерде өте страстный, сексуальный әйелсіз, өте кереметсіз, сіз өзіңіздің сенімдісіз өзіңізге. Сіздің қасыңызда бір ер адамыңыз бар, мына загаданныйдан бөлек. Бұл сіздің күйеуіңіз болып тұр. Сіздер бір-бірлеріңізді қазір взаимный чувство дейміз ғой, бір-бірлеріңізді жақсы көресіздер. Көбінесе күйеуіңіз сізді жақсы көреді екен, күйеу жағыңызда шығып тұр. Сізді жалпы өзіңіздің қасыңызда ер адамыңыз бар болып тұр бұл жерде. Енді жасырған ер адамыңызды айтатын болсақ, жасырған ер адамыңыз бұл жерде бұл да семейный болуы мүмкін. Одан кейін семейный болмаса, бұл материалист деп айтамыз ғой, сондай ер адам, ақша дүние жинап қалған, сондай стабильный жұмысы бар, жағдайы бір қалыпты жақсы ер азамат десек те болады. Қазір оның жүрегі жаралы, қазір оның көңілі тоқ емес. Ол өйткені сізбен ара қатынасы алдағы уақытта белгісіз, оның жалпы өмірі де алдағы уақытта белгісіз болып тұр. Қазір оған қиын болып тұр, өйткені алдағы уақыттағы өмірі оған өзіне әлі де белгісіз, мутный. Енді екеулеріңіз араларыңызды көрейік. Не бар? Не бар, соны көреміз. Қазір сіздердің араңызда арақашықтық, мүмкін кездеспегендеріңізге біраз уақыт болды. Бірақ бұл жерде ер адам сізбен кездесуге деген бір қандай да бір шанс іздеп жатыр. Шанс іздеп жатыр. Сіз қазір семьяңызда бір қалыпты өмір сүріп жатсыздар. Жігіт бұл жерде екі ойлы сізге хат жазсам екен, жазбасам екен деген сияқты. Өйткені бұл жерде ер адамда сізге какой-то бір жаңағы WhatsApp-тағы номеріңізге кіреді, болмаса Instagram-ға дайректке неге кіреді. Одан кейін сізге сообщение жазғысы келеді, бірақ қайтадан өшіріп тастайды. Клавиатураны тереді, қайтадан өшіріп тастайды. Қазір сіз өзіңіз не істеріңізді білмей отырсыз. Сіз ол үшін құпия әйелсіз, белгісізсіз. Бұл жерде семьяда бұл ер адам жалғыз өзі тұрмайды. Қасында бір әйелі бар, екі ойлы жаңағы бұл ер адам. Бұған қазір өте қиын болып жүр. Ол сізбен кездесу уақытын күтеді, сізге барғысы келеді, бірақ та негізі нұрхат қазір тупиковый состояние, өйткені сіздің қасыңызда ер адам шықты ғой, күйеуіңіз. Күйеуіңіз болса жігітіңіз. Негізі бұл күйеуді білдіреді. Бір жағынан сізге де ашулы, ренжіген бір жағынан. Одан кейін ол өзінің әйеліне жаңа өмір бастасам деген сияқты ойлар бар. Бұл жерде махаббат үштігі. Ер адам екеуіңізге де активны, интимдік қарым-қатынас сізбен де бар, жаңа өзінің әйелімен де бар. Әйел болмаса қызы дейміз ғой, жүріп жүрген. Және бұл ер адам махаббат үштігі бар. Оны бір-бірлеріңіз білулеріңіз мүмкін, танымасаңыздар да сезулеріңіз мүмкін. Одан кейін
Одан кейін бұл адам жаңағы жалпы өзі жұмыста болса да сізді ойлап, сізге баруды ойлап тұрады. Жұмыста жүрсе де, басқа тірліктер істеп жатса да, сізді ойлап тұрады. Енді тақырыбымызға көшеміз. Енді басты тақырыбымыз жігіт. Жігіттің қасындағы адамдар не ойлайды сіз туралы? Жалпы біледі ме? Өйткені сіздің бұл жерде күйеуіңіз шығып тұр. Сұрайық, сіздердің арақатынастарыңыз көбінесе құпия арақатынас. Бұл жерде өйткені сіз тайная женщина ретінде шығып тұрсыз. Көрейік. Жалпы кім біледі сіздердің арақатынастарыңыз бар екенін? Бұл жерде бір ер адам білуі мүмкін, оның досы ма, жоқ әлде почти өзімен қатарлас немесе ұлы десек те болады. Ұлы біледі, немесе жолдас баласы, досы деген сияқтылар біледі. Өйткені бұл жерде жолдас баласы неге мысалға әйеліңе неге адал болмайсың деген сияқты көңіліне тиетін сөздер айтқан болуы мүмкін. Онымен ара қатынасыңды өз бәрін аяқта ол қызбен деп айтқан болуы мүмкін. Өйткені сенің алда болашағың ол қызбен жоқ деп сөздерді айтуы мүмкін. Иә. Тағы кім біледі? Көрейік сіздердің ара қатынастарыңызды, араласып жүргендеріңізді. Бұл жерде ол жігіттің ағасы ма, тағы бір ер адам біледі. Ол ер адам оған постоянно көмектесіп тұрады. Мүмкін әкесі, мүмкін бастығы деген сияқты. Олардың арақатынасы, сіздердің арақатынастарыңыз ұзаққа созылғанын ол біледі. Және сіз түбінде өзіңіздің семьяңызды таңдайтыныңызды бастығы немесе ағасы немесе әкесі. Өйткені оған қаржылай көмек беріп отырады сіздің жігітіңізге. Бұл жерде ол семьяңа бар, бұны ұзаққа жалғастыруға болмайды деген ақыл айтқан болуы мүмкін. Жарайды. Енді тағы кім білуі мүмкін? Бұл жерде жаңағы айтып отыр ғой. Бір ер адам біледі, оны әйел адам білмейді, ер адам білетін болып тұр бұл жерде. Ол ер адам барлық осы нәрселердің бәрінің біткенін, тезірақта біткенін, жаңағы ара қатынастарыңыздың біткенін күтіп отыр. Тезірек бітір, бұл жай ғана мимолетный жаңағы просто өткінші ара қатынас деп сондай көрсетіп тұрды. Бұл ер адам аяқта, бұмен әрекетіңді аяқта деген ақыл айтып тұр. Бұл жерде сіздің екеулеріңіздің жүретіндеріңіз, екеулеріңіз кездесіндеріңіз бұл жерде әйел адам білмейді, тек қана ер адамдар білетін болып тұр. Әкесі, досы немесе баласы деген сияқты. Жолдас балалар да білуі мүмкін. Жаңа алда айта кеткендей. Енді бұл ер адамның өзі қандай тұжырым ойлайды екен, соны көрейік. Осы адамдардың айтқанына құлақ аса ма екен, ақылдарына. Әлде өз дегенімен жүре ме екен, өз дегенінде ойында не бар? Көреміз, просто ойында не бар. Иә, бұл ер адамның ойында сізді жібергісі келмейді, сізді страстный сексуальный әйел ретінде көреді, өте керемет қыз ретінде көреді сізді. Өте жаңағы
огонь дейміз ғой, сондай қыз ретінде көреді да, сізге ол біресе келеді, біресе келмейді, келеді, кетеді, сондай әрекетті ары қарата жалғастыра беремін деп отыр бұл ер адам. Өзінің семьясынан да айырылатын ойы жоқ, бірақ та неге сізді де тастағысы келмейді. Сондықтан ол қайта келіп сізге ұсыныс жасай беретін болып тұр бұл жерде. Қыздар, бұл ер адам семьясын тастайды деп ойламаймын. Сол себепті бұндай ер адаммен арақатынас жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ бұл менің жай ғана ойым. Ары қарай өздеріңіздің өмірлеріңізді өздеріңіз шешесіздер. Жалпы менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар, кімге тура келді. Және подписация етуді ұмытпаңыздар. Бұл подписация еткендеріңіз сіздердің маған деген сыйластықтарыңыз, уважениелеріңіз деп білемін. Сау болыңыздар.